Так, сонымен тағы да ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, менің сүйікті сүйкімді оқушыларым. Алдыңғы тақырыпта біз транскрипция туралы өткен болатынбыз. Транскрипция қайда жүреді дедік? Дұрыс айтасыздар. Ядрода жүреді. Біздің транскрипциямыз ядрода жүреді. Транскрипция дегеніміз ол mRNA-ның синтезінің өзі. Яғни mRNA-ның синтезі. mRNA синтезі. Алдыңғы видео сабақта бұл синтезді біз әдемілеп отырып талдаған болатынбыз. Жақсы. Енді трансляция деген нәрсе тура сол нәрөз биосинтезінің өзі болады екен. Яғни трансляцияда бізде 3 актордың барлығы қатысады. mRNA матрица рөлінде mRNA қатысады. Матрица деген не? Молодцы. Матрица дегеніміз ол белгілі бір шаблон, белгілі бір инструкция. Біз мысалы бірдеңені қараған кезде инструкцияға қарап, соның шарттарына қарай бірдеңені шығарамыз. Рибосомалық РНК және тРНК. Рибосомалық РНК туралы білу керек маңызды ақпараттардың бірі ол қайда синтезделеді деген сұраққа жауап білу керек. Рибосомалық РНК бізде ядрошықта синтезделеді. Ядрошықта. Все, ақырындап біз танысып алдық каждыймен. Енді маңызды бір тРНК деген акторды бір түсініп шығайық. тРНК дегеніміз осы клеверге ұқсас, қазақшасын білмеймін, клеверға ұқсас, жапырағына ұқсас болады, клевердің. Жақсы, кеттік ал. Жалпы бізде әрқашан транскрипцияда да, трансляцияда да 2-3 бірдей этаптан тұрады екен. Инициация, яғни басталуы, элонгация, ұзару, elongation деген сөзден шыққан, long, ұзын деген сөзден. Терминация, аяқталуы, реакцияның аяқталуы. Все, керемет. Кеттік ал. Бастапқы всегда инициация деген initiation'нан басталады. Значит, инициация бірдеңке әсер ету керек. Инициировать ету керек бір нәрсе. Бір нәрсе бастау керек реакцияны. Бұл реакцияны бастайтын кодон АУГ. АУГ. Немесе былай ағылшынша болса да. АУГ аденин, урацил, гуанин деген азотты негіздерден құралады. Кодон дегеніміз ол 3 нуклеотидтен құралады. Енді маңызды точкалардың бірі АУГ деген метионинді кодтайтын. Яғни метионин дегеніміз ол амин қышқылы өкілі. Мұны өшіп сайын, мешет етпеу үшін. Метионин ол амин қышқылы өкілі. Барлық құрылымдық нәрөз ғой айтқанда. Все, керемет. АУГ старт кодоны бізге уже белгілі екен. Окей. Бұл қалай оқылады жалпы? mRNA-ның құрылысына келетін болсақ, бұның басы болады и аяғы болады. Әрқашан оқушылар басы 5 кэптан басталады, аяғы 3 кэп полиаденилді. Полиа деген мынандай тізбек. Мына жаққа мән берейік. Міне, полиаденил. Мынаның ортасында экзондар орналасады. Экзондар дегеніміз өте маңызды ақпараттар. Мына тарапты түсініп алу үшін, транскрипцияны түсініп алу үшін не туралы айтып отқан? Транскрипция видео салған қараңыздар. Все, кеттік ал. Полиаденил. Құрылысы осындай. Енді рибосома келеді. Рибосома келді ғой былай. Рибосома тұр. Рибосома бірінші АУГ-ны оқиды. Осының арқасында басталады реакция. Енді біз жалпы тірі ағзалар 2 санатқа бөлеміз, 2 түрге бөлеміз. Қандай? Эукариот. Жасша құрылымызға қарай. Эукариот және прокариот болып. Прокариоттарда mRNA бойында кез келген орыннан басталады. Жалпы трансляция процесі. Кез келген орыннан басталады. Яғни бұның бірінші сатысы кез келген орыннан. Яғни инициациясы кез келген орыннан болады екен. Оларға бәрі бір, грубо айтқанда бәрі бір болады. Эукариоттар. Бұларда определенный бір шаблон бойынша қозғалады, ол шаблон бізде инициациядағы АУГ старт кодоны болды. Тек қана осымен қозғалады. Все, осыны рибосомалар таниды и біздің реакциямыз басталады. Все, четко, кеттік ал. Дальше. Давайте жалпы процесске кірмес бұрын, давайте біріншіден біз тРНК-ның құрылысын талдап өтейік.
әрқашан РНК деген кезде РНК бізде не ол? Бір тізбекті молекула. Бір тізбекті молекула. Ақпарат сақталатын бір молекула. Окей, танысып алдық. Біздің РНК-мыз әрқашан қандайдан тұрады? 5 кэп және 3 кэптан тұрады. Бір-біріне антипараллель орналасады. Даже былай тізбек келсе де антипараллель болады. Антипараллельдік деген екеуі бір-біріне қарама-қарсы, то есть 3 пен 3 бола алмайды. То же самое антипараллель дегеніміз, мысалы сіздер 11К болсаңыздар, сіздер 10Аге параллель сынып болмайсыздар. Осылай антипараллельдік болу керек. Все, кеттік ал. Біздің РНК-мыз осындай 2, 5 кэп пен 3 кэптің тізбегі бойынша орналасқан екен. Осылай 5 кэп былай жиырылады. Осылай бізде РНК-ның бір несі пайда болады. Формасы пайда болады. Окей, бізде жалпы барлық РНК-да тек 3-ақ ілмек болады екен. Қандай ілмектер? Бірінші ілмек, ең маңызды ілмек, ол бірінші ілмек. Ол, мысалы, рибосома болса, РНК каким-то образом бұл рибосомаға бір жабысып қалу керек. Байланысу керек қой. Байланысу керек болса, бұл не істейді? РНК-мыз бұл определенный бір ілмегі болады. Крючок сияқты. Ілгіш сияқты болады ғой, ілгіш сияқты іліп тұратын, оның бірінші ілмегі болады, рибосомаға байланыстыратын. Окей, мынау байланысты, рибосомаға байланысты. Қараңыздар. Рибосомаға қайтан салайық. Рибосомаға байланысты. Кешіріңіздер. Ештеңе етпейді, қателеспеймін. Рибосомаға байланысты. Осы бірінші ілмек арқасында. Енді байланыспас бұрын бұған до этого Құдай-ай. Сурет сала алмай қалдым ғой. Бұған байланыспас бұрын бұның ең маңызды және ферментті қабылдау керек деген үшінші ілмегі болады екен. Бұл үшінші ілмегі аминоацил ТРНК синтетаза деген ферментті алады екен. Ферменттің ілмегі. Ферментпен байланысады, яғни ферментке ілмек болады. Ілмегі. Ол не істейді? Аминоацил ТРНК синтетазаның жалпы ТРНК аймағында тұру үшін, былай ғой, фермент субстрат деген ұғым бар. Так вот, бұл фермент активация жасау үшін бұған кілт керек деген сияқты бар ғой, бұны өтеміз әлі алда. Кілт деген нәрсе бар. Біздің кілтіміз, бұл біздің ілмегіміз болады, ферментіміз, ол біздің аминоацил ТРНК синтетаза болады. Яғни бұл ілмек болмаса, бізге амин қышқылы жабыспайды. Амин қышқылы жабыспай қалады. Бұл ферменттің басты қызметі, бұл амин қышқылын алып келу, амин қышқылын байланыстыру. Кеттік ал. Амин қышқылын байланыстыру, бұл просто оның қызметі болса, дәл сол амин қышқылын өзіне алып келетін, бір өзіне байланыстыратын аймағы төртінші аймақ. Төртінші акцепторлы аймағы. Так, енді біздің көрінісіміз қалай болды? Так, ойбай, қайдет болды? Міне, көрінісіміз жалпы. Біз не нәрсеге жеттік? Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кеттік ал. Қараңыздар. Мына аймақ бізде үшінші ілмек болса,
давайте L деп не істеп алайық, түсініп алайық. Үшінші ілмек. Бұл үшінші ілмек амин қышқылын байланыстырады. То есть катализатор болады ғой, мысалы. Катализатор үшінші ілмек болсын. Мынау амин қышқылы, то есть мынау ТРНК болсын. Давайте былай түсіндірейін. Қараңыздар. Мынау ТРНК. Бұған амин қышқылын қосу керек. Реакция жүру үшін бізге үшінші ілмек керек болады. Сонда бізде не шықты? Амин қышқылы жабысқан ТРНК шықты. Бұл ТРНК-ны біз қалай айтамыз басқаша? Жазамыз. Аминоацил деген ТРНК шығады. То есть біздің өніміміз ТРНК плюс амин қышқылы катализатор ретінде үшінші ілмек дегеніміз ол амин қайда? Аминоацил ТРНК синтетаза деген катализатор бар екен бізде. Жоқ, реакция бұндай емес, просто сіздер жеңіл түсіну үшін. ТРНК синтетаза деген катализаторның арқасында бізде аминоацил деген ТРНК шығады екен. Все, мынау бізде мынандай көрініс алды. Мынау бізде өніміміз аминоацил деген ТРНК деген өнім шықты. Енді бұл өнім аминоацил деген ТРНК плюс рибосома болу керек қой. Сонда рибосомаға бару үшін бұған уже ненің катализатор керек? Бірінші ілмек катализатор керек. Бірінші ілмек дегеніміз мынау. Рибосомамен байланысатын. Мынау рибосомаға байланысатын бірінші ілмегіміз. Бірінші ілмек керек. Сонда бізде ТРНК-мыз рибосомаға жабысады. Наконец-то деп. ТРНК рибосомаға жабысты. Все. Реакциямыздың өнімі мынау болды. Жабысты. Рибосомаға наконец-то жабысты. Келді, байланысты өзара. Окей дедік. Енді үшінші нәрсе бар, ол антикодон байланысатын ілмек. Антикодон дегеніміз не? Антикодон дегеніміз, бізде мынандай кодондар бар делік. Мынандай АУГ, метионин, ЦЦА и УАУ деген маңызды 3 кодон бар екен. Метионин, глицин және тирозин. Антикодон дегеніміз оған қарама-қарсы тізбек. Қарама-қарсы. Анти деген сөзден шыққан. Антилопа. Анти деген сөзден шыққан. Қарама-қарсы дейміз қалай? Мысалы, АУГ болса, бұған комплементарлы тізбек болса, тізбек комплементарлы ереже бойынша қалай болады? Молодец. УАГ. То есть антикодон осындай комбинацияда тауып береді. Бұлай жүреді механизмі бұлай жүреді. Міне, мысалы, мынау біздің ТРНК-мыз келді, салам алейкум деп, мына жақта бізде МРНК-мыздың тізбегі тұр екен. Мынау МРНК тізбегі тұр екен. Бұл МРНК тізбегі әшейін кодон болады. Кодон. Ал мына жақта тұрған тізбек, ТРНК-ның тізбегі антикодон болады. То есть кодонға кодон қарсы ғой, короче. Антикодонға кодон қарсы. Типа оппозиция и үкімет или ақ пен қара деген сияқты. Болды ма, түсіндік па? Все. Антикодонды байланыстыратын аймақ осы екінші ілмек болады. Реакцияны қараңыздар. ТРНК плюс антикодон. Сонда бізде
екінші ілмек керек болады. И сол екінші ілмектің арқасында бізде не болады? Антикодон жабысқан ТРНК. ТРНК антикодон дейікші. Болды, сонымен четко болады. Все, достар, наконец-то біз ТРНК-ның құрылысын нормально так түсініп алдық деп ойлаймын, иә? Андай түсінбесеңіздер артқа айналдырып па бірдеңке қыласыздар ғой. Или менің описаниеда номерім тұр, жазсаңыздар болады. Жақсы, кеттік ал. Инициация туралы біз почти барлық нәрсені айта алдық, иә? Енді маңызды нәрсе, оқушылар, бізге алдыңғы тақырыпта транскрипцияда татабокс, TNF-тан бөлек, TNF промоторларынан бөлек, промоторда активация жасайтын фактор болады екен. Бұл сигма фактор. Промотордың өзін активация алып келетін сигма фактор болады екен. Енді қызықты нәрсе, фактор дегеніміз жаңағы актор деп айттық қой. Акторлар, ТРНК акторы, МРНК актор деген ол бір нәрсені атқаратын бір тұлға делік. Фактор дегеніміз сол нәрсенің пайда болуын негіздейтін, сол нәрсенің себебі ғой фактор деген. Я? Себебі немесе бастамасы деген сияқты ғой. Сигма фактор болады, осын естен шығармаймыз. Я? РНК полимераза татабокспен транскриптік нәрозы факторлары промотормен байланысуы үшін бізге сигма фактор керек. Яғни промоторда РНК полимераза активация жасап отыр ғой. Сол активация жасалуы үшін бізге сигма фактор керек. Активация үшін. Все, осы сигма факторның арқасында, жалпы мыналардың старт кодонның арқасында біздің реакциямыз басталды. Қорытынды жасайық, инициация бойынша. Жазуыма мән бермей қойыңыздар. АОГ старт кодон тану. Старт кодон тану. Молодцы. Жақсы, керемет. Все, четко. Кеттік ал. Екінші бізде саты, ол элонгация сатысы. Уху дейміз да. Бізде элонгацияда екі жалпы рибосомалық РНК-ның бойында орналасатын екі нәрозы фактор болады екен. Бұл екі нәрозы факторлар бірінші және екінші нәрозы факторлар болады екен. Бірінші нәрозы фактор. Ол нәрозы фактор не істейді? Ол нәрозы фактор біздің ТРНК-мызды рибосомаға келуін қадағалап отыр. То есть келсей родной деп шақырады ТРНК-ны. ТРНК-ны бірінші реттік нәрозы фактор өзіне шақырады, алып келеді. То есть не істейді? Андай қалай түсіндірсем болады. Ошым өзіне алып келеді бірінші нәрозы фактор. Екінші нәрозы фактор бетеді екен, қараңыздар. Келсей родной маған көш дейді, бірінші реттік нәрозы фактор. ТРНК амалы жоқ, келіседі екен. Давай дейді да. Если что, рибосома братан пептидтік байланыс түзуді катализ дейді деп айтады екен. Бұл нені дейді? Бұл нені білдіреді? Рибосома пептидтік байланыстың түзуді емес, ол просто түзілуін катализ дейді екен. Катализ деген не? Ол жылдамдатады. Туң сахур дейді да, пептидтік байланысты түзуді катализ дейді екен. Рибосомада. Рибосома шатастырмаймыз. Рибосома жасайды пептидтік байланыстың түзілуін катализ дейтін рибосома. Шатастырмаймыз. Все, біздің аминоацил деген, міне амин қышылы тұр. Аминоацил деген дайын ТРНК-мыз бірінші ілмек арқылы рибосомаға жабысты. И бірінші ілмектен жабысқаннан кейін бұл антикодондарын ар жақтың МРНК-сына комплементарлыққа сәйкес қоятта. Бұл кету керек. Бұл уже бесполезный. Давай, родной деп жіберетіні, ол как раз таки біздің екінші
реттік нәрөзді факторымыз. Бұл просто так жібере салмайды. Мына жақта бізде МРН тұр ғой. МРН тұр. Енді МРН тұрған кезде рибосома МРН бойымен қозғалады. МРН былай жүрмейді. Рибосом бойымен бит эскалаторға кіргендей жүрмейді. МРН бір орында тұрады. Наоборот, рибосома қозғалады. Осы рибосома қозғалуы үшін бізге екінші нәрізді фактор керек. Бұл қозғалуы транслокация деп аталады. Ой, құдай-ай, не болды мынау? Бұл қозғалуы транслокация болады. Транслокация деген рибосоманың бір триплетке жылжуы. Бір триплет дегеніміз ол 3 нуклеотид. Бір кадонға жылжиды ғой, короче. Бір кадонға жылжиды. Қайталап айтам. Реакция бізде АУГ-дан басталады, ары қарай транслокация арқылы қозғалады рибосома осылай. МРН орнында тұрады, рибосома наоборот қозғалады транслокация арқылы. Рибосоманың жылжуы екінші нәрөздік фактор арқасында жылжиды. Все, молодцы. Все, четко. Жаңа айттық қой, эукариоттарда да разный болады, олардың трансляциясы, прокариоттарда да разный болады. Эукариоттар бізде ассалаумағалейкум деп амандасады екен. А деп тұр ғой, ЕФА. Ассалаумағалейкум деп амандасады. Ассалау деп. Ал прокариоттар ядросыз ағзалар. Олар сен ты чё деп амандасады. Ту деп тұр ғой, ту. ЕФ-ту. Фактор ту деген сияқты, короче. Ты чё деп прокариоттар амандасады, ЕФА ассалау деп амандасады. Бұл просто олардың типі. Яғни факторлардың типі. Факторларының түрі. ЕФА фактор түрі, ЕФ-ту фактор түрі. Все, просто оларда қалай басталады дегеннің айырмашылығы осында. Все, транслокацияны түсіндік. Наконец-то біз терминацияға келдік. Терминация дегеніміз жаңа айтылғандай, алдыңғы үйде соқтады, қазір айтылғандай, ол аяқталу. Немесе стоп дейді. Стоп деген бізде А сайтында жүреді. А сайты деген ең соңғысы, 3 кэп бойында орналасады ғой. Полия. Атауы сол адан шығып тұр ғой, А сайтында. Стоп кадонға бізде УАГ, УАА, яғни УГА жатады екен. Жаттап аламыз. Мына видео соқта айтқан нәрсенің бәрін естен шығармаймыз. Енді бұлардың да ажырау және диссоциациялану факторлары болады екен. Соңғы факторлар, RF1 ол УАГ-ның факторы, RF2 ол УГА-ның факторы. Екеуі де RF1 де RF2 де УАА-ға жауап береді. То есть, қалай дейсіздер ма? Короче, бұлай. Қараңыздар. RF1 Ойбай, қалай еттін аяқта. Қараңыздар. Міне, RF1 УАГ-ға жауап береді, RF2 УГА-ға жауап береді. Мына екеуі де қосылып УА-ға жауап береді, УА-ға. Все, түсіндік па? Мына стрелкалар просто так берілген жоқ. Бұлай түсіне салайықшы сразу. Вот осылай, короче. И, соңғы диссоциациялануы, диссоциация дегеніміз ол сатылай ыдырауы, короче. RF3, короче. Диссоциацияға RF жауап береді. Енді
жаңағы сигма факторы бастап берді ғой. Сигма фактор бізде бастап берді. Сигма фактор старт болса, пи фактор немесе п фактор, пи немесе п фактор дейікші, осылай. Кітапта осылай тұр, п деп осылай. П фактор ол терминация, то есть стоп. Қорытындылайық. Старт, сигма фактор плюс ауг, стоп, пи фактор плюс уга, уаг, уаа. Ананың ортасында бізде ортасындағы elongation болсын. Элонгация процесі. Бұл жақта жаңағы қарапайым бірінші фактор, екінші фактор и жаңағы ілмектері, я? Теорем ілмектері болды сонымен. Бұл тым қиын емес. Көрдік па? Оп-оңай екен. Так, мыналарды жазамыз. Мыналар керек болады. АУГ, метионин, ЦЦА, глицин, УАУ, тиразин дегендер. Антикалон білесіздер, я? Қарама-қарсы. Все, молодцы. Бүгін андай сәл-пәл қиындау деген тақырыпты талдай алдық. Все, удачи. Беттерінен сүйдім. Давайте пока. Удачи.